Қане балалар, қолға қалам дәптер аламыз. Бүгін бізде еркін тақырып. Кімнің қандай арман мақсаты бар? Сол туралы жазыңдаршы қанекей. Бірақ әркім өз бетімен. Келістік қой? Ал ендеше жазуымызды бастайық. Айнұр, неге жылап отырсың? Шай. Әшей. Әдеттегіден ерте келдің ғой. Тікелей эфирден футбол болып отыр. Соған асығып ерте сұранып кеткенім ғой, қазір мен қоя салайын. Футболды қоя тұршы. Мынаны оқып шығыршы. Ол не так? Қызымыздың жазған шығармасы. Шығарма? Алла тағала, бүгін сенен ешкім сұрамаған өте ерекше нәрсе сұрағым келеді. Өтінемін, мені теледидарға айналдыршы. Біздің үйдегі теледидарды қатты қызғанамын. Бұрыштағы қара теледидарда бәрі бар. Ол секілді менің де үйде өзімнің жеке орнымның болғанын қалаймын. Бәрі де менің айналама жиналып отырса екен. Мен сөйлеген кезде барлығы бірдей менен көз алмай құлақ қойып тыңдаса деп армандаймын. Сөзімді бөлмей, мұқият тыңдап, маған ғана көңіл аударса екен деймін. Теледидар бұзылып қалған кезде барлығы жағдайын уайымдап шулап кетеді ғой. Айтшы маған, сонда теледидардың қай жері жақсы екен? Мені де ол секілді етіп қойшы. Сенен осыдан артық ештеңе сұрамаймын. Шіркін, егер сен мені теледидарға айналдырсаң, кешке жұмыстан келген әкем шаршаса да менімен ғана болар еді. Анам мазасызданып, көңіл-күйі болмаған сәттерінде де менің жанымнан табылатын болады. Жанұямның назары маған ғана ауар еді. Алла тағала, сұрайтыным теледидарға айналу ғана, басқа еш нәрсе өтінбеймін. Ұмытып барады екенмін ғой. Содан кейін соңғы сұрайтыным, үйдегілердің барлығында бақытты етші. Мен оларды сондай жақсы